Кей адамдар мойындайды, кей адамдар мойындамайды өзінің эгосына құлшылық етіп кеткенін. Эгосына құлшылық етіп кету деген не? Эгосына құлшылық етіп кету дегеніміз жалпы эгоның өзі не қалайды? Оны алдыңғы сабақта айтқан болатынмын. Эгоның қалауы сіздің ішкеніңіз, жегеніңіз, тоймайтыныңыз, көрсе қызарлығыңыз, құмарлығыңыз, иә, құмарлықтың өзі кейін айтамын, екіге бөлінеді, оның өзі де тәуелділік құмарлық болып бөлінеді және шығармашылық құмарлық болып бөлінеді. Енді құлшылыққа келейік. Бүгінгі тақырып құлшылық болғаннан кейін құл болу, құдайдың құлы, құдайдың құлысың деген сөздерді естіп жүрсіздер. Бірақ кейбір адамдарға осы сөз ұнамайды. Бұл өте дұрыс та. Өйткені осознанно адам құл болу дегенде мен құл болғым келмейді деп те ойланады. Яғни өзінің адамдық болмысы, ноологиялық қабаты құл деген сөзді ұнатпайды. Енді дұрыс та, бұл өте дұрыс та. Осознанно ойланған адам үшін бұл өте дұрыс. Өйткені құл болу деген сөздің өзі ішінде екіге бөлінеді. Егер адам эгоңа құлшылық етіп, эгоңның құлы бол десе, иә, бұл адам дұрыс ойланып жатыр. Құдайдың құлы болу дегеніміз не? Жалпы бәріміз де білеміз, Құдай болмаса біз ешқандай 18 мың ғалам, біз, жапырақ, жануар, жәндік, шыбын шіркей, өсімдік, жемістер ештеңе жаратылмас еді. О баста жаратқан нұрдан, іші де мен, сырты да менмін деп нұрдың бастауы деген кітапта мен айтқан болатынмын. Алла тағала өзі. Бұл әлемнің іші де, сырты да, макросы да, микросы да өзі. Олай болатын болса, біз бізді жаратқан біреулер күш деп айтар, бір кісілер бір тылсым дүние деп айтар, бір кісілер Құдай деген ат қойған, бір кісілер Тәңір деп ат қойған, бір кісілер жаратылыс деп ат қойған, бір кісілер всевселенный деп ат қойған, бір кісілер божественный рай деп ат қойған, бір кісілер кванттық әлем деп ат қойған. Әркім әртүрлі атайды. Бірақ бір күштің барын білеміз, және сол күшке бағынатынымызды тағы да білеміз. Олай болатын болса, құлшылық дегеніміз не? Және құлшылықтың өзінің ішкі сыртқы бөлігі болатын болса, және ол тағы да не? Сыртқы құлшылық дегеніміз ол біз адам болып дүниеге келгеннен кейін белгілі бір жерде заңдылық бар. Бұл қандай заңдылық? Яғни киелі кітаптарда жазған заңдылықтар. Былай істеме, былай жүрме, мынаны баспа, мынаны айтпа, мынаған құрмет көрсет деген секілді сені бір кішкентай бала секілдісің, бірақ сені тәрбиелеп жүретін ата тектен келе жатқан бір заңдылық бар. Сен сол заңдылықпен жүресің. Егер де заңдылықпен жүрмесем ше деген бір сұрақты қоюға болады. Жарайды, сол заңдылықпен жүрмедім делік. Не болады? Сол сен заңдылықпен жүрмейтін болсаң, сен адасасың, басың тауға ұрасың, тасқа ұрасың, құлайсың, сүрінесің, тізеңді қағасың, қайта жүресің, әйтеуір әлсіреп айналып келгенде сол қой, Алланың бір маған берген заңдылығы бар ма? Сол заңдылықпен жүрейінші деп не істейді? Адам тәубасына келу деген сол. Тәубасына келеді. Олай болатын болса, біз қандай да бір күштің құлымыз, иә, рас мойындаймыз, бірақ біз сол құлшылықтың ішіндегі эгоның құлы емеспіз. Осыны ажыратып алуымыз керек. Иә, мен эгомның құлы емеспін, бірақ мен рухымның құлымын. Яғни рух қандайдан бар маған бағыт бағдар беріп отырады, менің өмірімнің дұрыс бұрыстығын маған жол көрсетіп отырады, картасын сызып беріп отырады, мен соның айтқанын жасаймын, істеймін, дегенмен жүремін, иә, сол бағыттаған бағытпен жүремін, иә, мен оның құлымын. Эгоның жоқ, эгоның мен құлы емес. Егер де мен эгоның құлы болатын болсам, мен өзімді адасатынымды біліп отырмын. А мен қайдан біліп отырмын? Өйткені салыстырмалы түрде мен ғана бұл әлемде өмір сүрмеймін ғой. Бұл әлемде пәленбай ұлт, пәленбай жыныс,
пәленбай адам өмір сүреді, және мен салыстырмалы түрде соларға қарап бағыттап өзімнің картамды сызып отырамын да эгомның құлы болмауға тырысамын. Қалай? Эгосының құлы болған талай әлеуметтік желіде, туыстарыңыздың арасында, таныстарыңыздың арасында, сыныптастарыңыздың арасында, курстастарыңыздың арасында өзінің эгосының, нәпсісінің етегінде жетегінде жүрген адамдарды білесіздер. Шыңына шығып, соңында адасып, жаңағы жазалайтын жердегі жаза қандай жаза? Жердегі жаза түрме. Жердің жазалауына түсіп, адамдардың батасын ала алмай, қиналып, қандай да бір бастан өткен сабақтары бар. Соларға қарайсың да, бұл дұрыс емес екен ғой деп, сенің ноологиялық қабатың, адамдық қабатың, мына жолмен жүрген дұрыс емес екен, мынаны істеген дұрыс емес екен, мынаны таңдайтын болсам дұрыс емес екен, оказывается, деп салыстырмалы түрде біз не істейміз? Біреулерге қараймыз. Мысалы, еркектердің көзге шөп салуы, болмаса әйелдің күйеуінің көзіне шөп салуы, лугомания болсын, карта болсын, жаңағы ұру болсын, соғу болсын, әлсізге күш көрсету болсын, сондай дүниелердің барлығын сен білесің, түбі нашар екен, жаман екен. Сөйтіп сен өзіңнің эго қабатың құл болмайсың. Яғни сендегі мен құл болғым келмейді, құл деген сөз маған ұнамайды деген сенің ішкі бунтың міне осы. Дұрыс та, дұрыс ойлайсың. Сен эгоңның құлы бола алмайсың. Яғни ол өйткені сен эгоңның құлы болатын болсаң, сені не істеп тастайды? Дұрыс емес бағытқа апарып тастайды. Салыстырмалы түрде біліп отырсың. Келесі, сыртқы құлшылық дегеніміз не? Жазып алыңыздар, сыртқы құлшылық дегеніміз не? Біз адамдар жалпы білімнің 4 деңгейі бар, айттық, иә? Шариғи білім, тарихат білімі, мағрипат білімі және ақиқат білімі. Шариғат білімі дегеніміз не? Шариғат білімі адамдар шариғаттан қандай да бір білім алады, пайғамбарлардың өмірінен қандай да бір білім алады, намазы бар, зекеті бар, қағбаға барып құлшылық етуі бар, садақасы бар, дұғасы бар, айтатын, иә, құрбандық шалатыны бар, жаңа шариғи мерекелер бар ғой, шариғи мерекелерді тастамайды, айт бар, құрбан айт бар деген секілді. Осындай заңдылықтармен жүргеннен кейін оны шариғи білімі бар адам деп айтамыз. Кейде, бірақ та адамдар шариғи біліммен, өмір бақи шариғи біліммен жүріп, дүниеден өтіп кететін адамдар бар. Кейбір адамдар тарихаттың білімін білмейтін адамдар да бар, мағрифаттың білімін білмейтін адамдар да бар, ақиқаттың білімін білмейтін адамдар да бар. Бірақ ол кісілер не дейді? Бұл білімнің шыңы да осы екен ғой деп, тек қана шариғи біліммен шектеледі де, өмір бойы сол шариғи біліммен өтіп кетеді. Сол кісілердің өткен шақтағы сол бізге дейінгі пайғамбарлардың өмірбаяны, ибн сибн Хамас-памастардың не істеп не қойғаны, бәрі. Иә, әлбетте бұл кісілердің сол жерде жүргені өздеріне ұнаса, сол жер білімнің шыңы екен деп ойласа, сол жерде болуы заңдылық. Бірақ әлем айтады, алла тағала айтады, менде тек қана шариғи ғана білім жоқ, менде тарихат бар, менде мағрипат бар, менде ақиқат. Сен шариғи білімді біліп жүріп, мен ақиқатты таптым деп екеуінен аттап кете алмайсың. Ақиқаты осы деп айта алмайсың. Шариғи білімнен де жоғары тарихат пен мағрипаттан аттап, яғни шариғат фундаменті болса, тарихат қабырғасы, мағрипат оның ең жоғарғы бөлігі қабырғаның, ал ақиқат крышасы, шатыр. Сен фундамент салып, бірден шатырын сала алмайсың ғой. Бірінші қабырғаны тұрғызу керек. Және ол қабырғаның көлемі қысқа болмау керек. Сен ішінде еркін жүре алу үшін ол биік болу керек.
тура осылай сен өз санаңда шариғи білімді, тарихатты, мағрипатты, ақиқатты ізденуге күнде жарты сағат болса да өміріңнің соңына дейін 90-ға келгенше, мейлі 100-ге келгенше не істейсің? Білімді ала бересің. Бітті, осымен болды екен. Болмаса кейбір кісілер мынандай бүйтеді. Мен деген 4 жыл бұрын 4 жыл диплом оқығанмын дейді де, жаңағы 4 жыл бұрын оқыған диплом бар ғой, 4 жыл оқыған диплом бар ғой, сонымен 40 жыл жұмыс жасайтын адамдар бар. Кезінде оқып алғанбыз, кезінде оқығанбыз, дипломымыз бар. Ол білімге жатпайды, ол практикаға жатады. Ол құндылыққа жатпайды, ол құралға жатады. Я, сіз колледж оқыдыңыз, маған десеңіз 5 дипломыңыз бар. Ол қашан болды? Ол 3 жыл бұрын бітіргенсіз, 1 жыл бұрын бітіргенсіз, 10 жыл бұрын бітіргенсіз. Ол құрал, ол құндылық әкелмейді сізге. Құндылық әкелетін дүние күнде болмаса да аптасына 3 рет, 4 рет сіз бір нәрсені біліп, іліп алып отыруыңыз, бұл сізге құндылық әкеледі. Және кейбір кісілер бар, баяғы дипломын оқыған, сонымен жаңағы күнделікті практика, таңертең барады, кешке қайтады, таңертең барады, кешке қайтады. Мысалы, бухгалтерді алайық. Сол баяғыда бір бухгалтерияны оқыған, таңертең барады, кешке қайтады, күнделікті бухгалтерияның жұмысымен жүрде, сөйтеді де не істейді? Менің білімім бар дейді. Бұндай кісілер өте шатасады. Бұны білімге жатқызбайды, бұны құралға жатқызады. Яғни қалай құрал деген не? Ол сенің нан жеуің үшін 4 жыл сені оқытты, қалай практиковать ету үшін, қалай нан табу үшін. Сені 4 жыл оқытты, сен 4 жыл білім алдың да, сен қалай нан табудың жолын үйрендің, болды. Сен тек қана физикалық денеңнің жұмысын, құралын жасап жатсың. Біздің ноологиялық қабатымыз бар ғой, рухани қабатымыз бен жан қабатымыз. Ол құндылық керек оған. Ол ана 4 жылдық сенің дипломың болмаса 7 жылдық дипломың жарамайды оған. Оған күнделікті күнде бір нәрсе алып отыруың керек. Сол үшін айтады, мынандай сөзді естідіңіздер ме? Қашан да білім кеш емес. Білім қашан да, қай уақытта алсаң да білім кеш емес деген сөзді естідіңіздер ме? Қай уақытта, қашан да, қанша жасқа келсеңіз де білім алу кеш емес. Ала беріңіз. Біреу аудиалды болады, тыңдап алады. Біреу оқып алады, визуалды. Қалай алғыңыз келеді, ала беру керек, тоқтатпау керек. Енді құлшылыққа келейік. Адам құлшылық екіге бөлінеді дедік, сыртқы және ішкі. Сыртқы құлшылық дегеніміз не? Сыртқы құлшылық дегеніміз адам сырттай жасайтын дүниелер. Оған не кіреді? Оған сіз қимылдап жасайсыз, намазды қимылдап жасайсыз, оразаны ұстайсыз, зекет бересіз, неге қажылыққа барып келесіз, құрбан айт, тағы да айт мерекелерін сіз жасайсыз, адам шақырасыз, қимылдайсыз, жасайсыз, дұға оқисыз, адамдарға көмек бересіз. Бұл да құлшылыққа жатады. Көмек беру, жаңағы жол көрсету, жаңағы демеп жіберу, бұл да сыртқы құлшылыққа жатады. Біліңіздер, бұл да сыртқы құлшылыққа жатады. Сыпайылық таныту, кішіпейілділік таныту, үлкенді сыйлау, кішіге құрмет көрсету, бұның барлығы сыртқы құлшылыққа жатады. Сіздің іс-әрекеттеріңіздің барлығы сыртқы құлшылыққа жатады. Яғни адамға зиян келтірмеу, жаңағы тамағын пісіріп беру, көмек беру, жаңағы бұл да үйдегі сіздің күнделікті істеп жатқаныңыз, тамағыңыз, кір жуып жатқаныңыз, бұның барлығы кіші сыртқы құлшылыққа жатады. Өйткені сіз белгілі бір деңгейде оны бекер істеп жатқан жоқсыз ғой. Отбасының тыныштығы үшін жасап жатырсыз. Неге мынау кір деген айғай болмас үшін, менің қарным ашты, тамақ берші деген сөз айғай болмас үшін, қандай да бір тыныштық үшін жасап жатырсыз. Сол тыныштықты орнату әйел адамға жүктелген, о баста Хауа-анаға. Сіз соны орындап жатырсыз, бұл сыртқы құлшылыққа жатады. Түсінікті ғой? Енді кеттік. Ішкі құлшылық дегеніміз не? Жазып алдыңыздар ма? Жазып алыңыздар. Рахмет. Гүлсім ханым, рахмет. Жазып алдыңыздар ма? Енді ішкі құлшылыққа не жатады? Ішкі құлшылыққа деген сөз, ол намаз оқымауы мүмкін, хиджаб кимеуі мүмкін, сақал өсірмеуі мүмкін,
бірақ оның ішіне кіріп шыға алмайсың. Ол адамның иманы таза болса, кез келген нәрседе ниеті болса, ниеті таза емес, ниеті болса, ықыласы таза болса. Енді осы жерде айта кетейін. Ниет дегеніміз не? Айта кетейін. Мысалы, кез келген, мысалы, қамыр илейін деп жатырсыз. Болмаса ер азаматтар бір тауық қора салайын деп жатыр, болмаса білмеймін, или машинасымен жүріп таксовать етейін деп жатыр. Болмаса жұмысқа, просто қарапайым жұмысқа кетіп бара жатыр. Бір жерде бастық. Жай ғана сіз үйден шыққан кезде, ер азаматтарға бірінші айтайын, үйден шыққан кезде бірден сол күнді, сол жұмысыңызды Аллаға байлайсыз. Яғни, я Аллам, менің істейін деп жатқан бүгін қандай да бір адамдарға мен көмегім тисе, пайдам тисе, соның разылығын саған байладым. Сен разы болсаң болды. Сенің разылығың үшін мен жасап жатырмын. Мен ақша табайын, мына денемді азықтырайын, бала шағам аш қалмасын, кредит төлейін деген материалды дүниеге емес. Міне мен ниеттеніп шығып келе жатырмын мына жұмысқа. Өйткені сен разы болу үшін қандай да бір адамдарға пайдам тиеді ғой қазір. Мүмкін біреуді жолаушыны апарып тастайсың. Мүмкін сен бастық болсаң, қарамағындағы адамдармен жақсы мәміледе боласың, ақысын бересің дегендей, айлық табысын бересің. Яғни мүмкіндік бересің оның әрі қарай өмір сүруіне. Қандай да қандай, білмеймін, бір жерде сонда істейсің, мүмкін дүкеншісің, мүмкін даже сен дворниксің. Даже дворниксің. Ниетіңді Құдайға байлап отырсаң, үнемі, яғни Аллам сенің разылығың үшін істеп жатырмын деп. Өйткені дворниксің ба, сен адамдардың таза жүруіне, мынау, мысалы, міне мен паркте келе жатырмын, алдымда жапырақтар сыпырылған, тап-таза, мусор жоқ. Мне приятно. Қандай күшті мына жерде. Сол сезім, мен айдалада сіз танымайсыз. Біреудің сондай бір сезімі анау дворникке жазылады. Оның приятно сезінуі анау дворникке сауап болып жазылады. Міне осылай көзге көрінбейді, бірақ іште жүріп жататын дүниенің барлығын ішкі құлшылық деп атайды. Сен мысалы келе жатсың, ешқандай жаңағыдай сыртқы құлшылықтан көрінбейді. Сенің намаз. Мысалы біз хиджаб киетін әйелге қараймыз да, мынау намаз қана әйел екен ғой, намаз оқитын әйел деп қараймыз. Біз намаз оқитын әйел деп уже баға береміз. Ал бір әйелдер бар, тіпті әншілердің ішінде де әншілер бар. Бейбіт Сейдуалиева, Қарақат Абильдина, мен білетін кісілер. Олар хиджаб кимейді, бірақ намаз оқиды. Сондай кісілерді қарайсың, адамның сыртқы құлшылығы мен ішкі құлшылығы тең болғанда, бұл ақиқат құлшылығы, ақиқатқа жақын деп есептеледі. Жаңа Кришна туралы, ақиқат туралы білмейдік қой. Бұл сіз шариғаттан ақырындап ақиқатқа қарай не істей бастайсыз? Жақындай бастайсыз. Егер де сіз хиджаб киіп, болмаса еркектер сақал өсіріп, сондай тақуа болып көрініп, бірақ істеген іс-әрекеті, ой, сен орыссың, сен кәпірсің, сен жаңағы бидғатшысың, или там білмеймін, күнәһарсың, сен мынандайсың деп баға беріп, олар ширк, олар анандай, ол харам деген секілді дүниелермен баға беріп, сондай не қылатын болса, салыстыратын болса, онда сен жай ғана сыртқы құлшылықпен қалған болып есептелесің. Енді соңына дейін тыңдаңыздар, ең қызығы бар. Екеуінің таразыға салған кездегі ең қызығы бар. Сонымен кеттік. Ішкі құлшылыққа иманың, ниеттілігің, ықыласың. Ықыласың деген сөз шынымен от души. Мен шарт қоймаймын. Жасайын, сен маған бірдеңе беретін болғандықтан жасаватқан жоқпын. Сен маған жылы сөйлейтін болғандықтан жасаватқан жоқпын. От души просто мен сен, как человек ретінде, мен сен адамсың ғой, просто так жасаймын саған. Дөңгелегі бұзылып қалды ма, братан, просто мен саған көмектесемін, келші, просто сен адамсың ғой. Мен просто көмектесейін. Су керек па? Ма, су іш. Апарып тастау керек, барып тастау керек. Жақсы, апарып тастайын, барайын қазір. Бір 10 минут ештеңе етпес, бұрылайын, жеткізіп салайын. Просто сен адамсың ғой. Ішкі ықыласы, просто сен адамсың ғой. Мен сен істемеймін, потому что сен маған осыны айтқансың. Емес. Мен саған көмектеспеймін, өйткені саған деген көзқарасым дұрыс емес. Емес. Жарайды. Кешірдім. Мойындадым. Иә, сен сондай адамсың.
көмектесейін, берейін, жасайын, айтайын. Жансың ғой, рухсың ғой. Яғни ықыласты болған, іші ықыласты адамды ішкі құлшылығы бар адам деп атайды. Келесі кеттік. Тәуекелшіл адамдар. Тәуекелшіл адамдар. Иә, тәуекелшіл адамдарды Құдайдың өзі де жақсы көреді деген сөзді талай естідіңіз. Оның мағынасы не? Мысалы, тәуекел эфирге шыға салайын, бірдеңесі болар. Ниетімді Аллаға байладым. Тәуекел сата салайын. Ар жағындағы 2 миллион, 1 миллионға қарамай қойайын, бірдеңесі болар. Ниетімді Аллаға байладым. Машинаңды сатып жатсыз ба? Жарайды, бір 500 мың үшін санаспай ақ қойыншы. Тәуекел сата салайын. Ұнатып тұр ма? Осының несібесі шығар, сатайын. 500 мың Алла тағала бір жерінде болар. Білмеймін. Істей салайын, жасай салайын, айта салайын, бара салайын, көре салайын, оқи салайын. Тәуекел. Тыңдай салайын. Тәуекел. Адам тәуекел. Тәуекелдің бір ұшы, таяқтың бір ұшы Аллаға байлау. Саған сендім, дальше мен әрекет етіп жатырмын, дальше сен өзің істейсің. Просто мен саған сенгендіктен осыны істеп жатырмын. Ал намаз оқи тұра жаңағындай дүниелердің бәрі сыртқы құлшылығы күшті көрінеді, прям әдемі, сондай андай кейбір кісілер бар, андай бәрі деп айта алмаймын, сондай бір тақуа, сондай бір нұрлы, күшті болып тұрады да ішінен. Сен маған бермесең, мен саған қалай оны, сен де маған шарт қояды, маған бермейсің ба сен де маған, сен маған замен бір нәрсе бермесең, мен көмек бермесең или там замен бір нәрсе бермесең, мен саған қалай істеймін оны? Не үшін мен саған істеуім керек деген секілді солай көрінеді. Ол ішкі құлшылықтың ақсағанын көрсетеді. Сабыр ету. Мысалы, сіз есідіңіз бірдеңе сынып қалды, или бұзылып қалды, или машинаңыз соғылып кетті, или бір нәрсе өртеніп кетті, или білмеймін, алдап кетті, или туысыңыз алдап кетті, или балаңыз бір нәрсе болып қалды. Айғайлап, біліп едім мен осындай болатынын. Тағы қандай? Қорқып едім осындай болатынын. Айттым ғой мен саған деген секілді айғайлап түспей, сол моментте, сразу сол моментте сабыр ете білсе, мынандай сабыр жарамайды. Бәрі болар іс болып, бәрі бояусың болған. Ладно енді, жарайды енді, мейлің тәуекел қойсашы, садақа, мейлің бопты деп әбден ұрысып, эмоцияны шығарып болып, әбден бәрі біткеннен кейін, сынғаннан кейін бар, бопты, мейлің қойсашы, сабыр сақтайын, қоя салдым деген, ол сабырлыққа жатпайды. Сабыр сақтау деген сөз, сол моментте есігің бас, сол моментте тыныштала білу, бұл сабырлыққа жатады. Сабырлықтың шыңын Аюб пайғамбар көрсеткен. Соның кітабынан оқысаңыздар болады. Сабырлықтың шыңы. Яғни болып жатыр, болды, істеді, жарылды, білмеймін, өртенді. Бірден паникаға берілмей, сол моментте Аллам, сабыр еттім. Аллам, сабыр еттім. Шүкіршілік еттім. Мысалы, жақында менің басымда болды бұл оқиға. Бір дүние, енді мен жақсы көретін бір дүние, қызым бүлдіріп алды. Просто бүлдіріп алды. Мама, мені қара, мен бүлдіріп алдым дейді. Бұрынғы мен болсам, есің дұрыс па, қарамайсың ба көзіңе, не мынау, мен бұл дегенмен жақсы көретін заттым, деп мен істеп кетер едім. Бұрынғы мен болсам айғайлап кетер едім. Не мынау деп. Просто жай ғана сол моментте мен білім алғаннан кейін енді өзіңді саралап отырасың ғой. Менен кейін сіздер білгеннен кейін сіздер істейсіздер. Сол моментте маған бірден эгома, нәпсіма, эгома, әдемі интуициямды тыңдайын ба, эгомды тыңдайын ба, интуициямды тыңдайын ба, бірден сол сұрақ кетті. Эго айтады, ұрыс, екінші рет бұндай тиіспейтін болсын, ұр давай, екінші рет қозғамайтын болсын, не мынау сұмдық сенің затыңа тиісіп, эгоның жауабы сондай. Интуиция
Ничего страшного. Мынау бұзылса, ертең жаңасы келеді. Сенде мүмкіндік бар. Аласың, ничего страшного. Бұл болмаса екі есе келеді. Успокойся. Сол үшін сен балаға травма жасама. Не надо дейді. Сразу сол моментте менде эгомды тыңдаймын ба, интуициямды тыңдаймын. Эгомды тыңдаймын ба, интуициямды тыңдаймын. Качеля болады. И сол моментте жарайды. Ладно. И сол сөзді естігенде қызымның да жүзінен күлкі. Мені байқамағанымды кешіргенің үшін рахмет деген жүзінен соны оқисың да. Байқамай әдейі істеген жоқпын ғой енді мен. Байқамай істеп қалғаным үшін соны түсінгеніңе рахмет. Мені кешіргеніңе рахмет. Маған ұрыспағаныңа рахмет деген сондай бір нені оқисың да жүзінен сабақта. Ол ертең өзінің балаларына да солай істесін. Ертең ол да өзінің балаларына сондай сабырлық танытсын деген бұл сабақ. Яғни сабырлық дегеніміз бәрі біткеннен кейін сабыр емес. Именно сол моментте. Мысалы, машинаңызды сызып жіберді ма? Сен кімсің? Мен сені милиция шақырам. Не мына? Айғайлап болғаннан бәрі біткеннен кейін, саған ақшасын бергеннен кейін, жарайды, сабыр сақтайын бопты. Мейлі, ничего страшного, темір ғой, адамымыз ғой, аман қылдық қой деп кеткен, ол сабырлыққа жатпайды. Сабыр деген сен машинаны сол моментте сыздың ба, шықтың ба? Братан, жарайды енді, ничего страшного. Қалайша істеп болады? Қалай келіссек болады? Сен қалай ойлайсың? Мен көзқарасым бойынша мынандай, сен көзқарасың бойынша қандай? Бір мәмілеге келіп, көркем түрде сол моментте сабыр сақтау. Жағасынан алмау. Осыны айтады. Ішкі құлшылыққа тағы жататын дүние үміт ету болатынына сену. Бәрі жақсы болатынына сенем. Іштей жақсы болатынына біліп тұрмын, сенем. Сенімнен де жоғары бір күшті күш бар. Ол білу. Білем, менде бәрі жақсы болады. Біліп тұрмын, менде бәрі жақсы болатыны. Біліп тұрмын, мен сіз кредиттесіз ба? Мен біліп тұрмын, осы кредитті түбі мен жабатынына. Біліп тұрмын, мен балаңызбен екі ортада дұрыс емес қарым-қатынас па? Біліп тұрмын, мен балам екеуміздің арамызда күшті болады бәрі. Біліп тұрмын, білемін. Сенімнен де жоғары білу, білемін. Сенемін деген екі ой береді. Сенесің ба, сенбейсің ба? Верить или не верить? Ал білу, білемін. Алла мені тастамайды. Білемін, менде бәрі жақсы болатынын. Білемін, түбі менде керемет болатынын. Білемін, мен бұл мәселе шешілетінін. Білемін. Біліп тұру, яғни бұл үміттің ең жоғарғы деңгейі. Жай ғана үміт етіп күту емес. Үміт ожидание. Сен қаншалықты ожидание, соншалықты ожидание болады. Ожидание, үміт етудің ең жоғарғы сезімі вера. Сенем. Мен осы практиканы 30 күн істей берем, білемін осының болатынын. Мысалы, сізге бір ұстазыңыз айтты. 21 күн бойы кундалини көтеру энергиясын жаса деді. Сен 21 күн бойы тупо просто жасап жатырсың. Не үшін жасап жатсың? Просто білесің, что у тебя будет все хорошо. Поэтому сен жасап жатсың. Егер саған үміт етсе, егер ішінде үміт болса, білем, үміттеніп тұрмын, осыны жасасам, күшті болатын сияқты. И это будет дальше. 2 ай, 3 ай дальше кете береді, созылып кетеді. Ал егер де саған 31 күн жаса, или 21 күн жаса, или 40 күн жаса болады деді ма? Сен 40 күн жасайсың. Почему? Потому что веришь. Сенесің. Білесің да оның болатынын. Біліп тұрсың оның болатынын. Сол үшін жасап жатсың. Үміттену, получается, ұзақ. Уақыт ұзақ. Дальше кете береді. Үміттің ішінде жоғарыға не бар? Сезім бар, ол білу. Просто мен білемін, осыны жақсы болады. Енді Алланы сүю дегенімізге. Бір адамдар айтады, намаз оқиды, тағы құлшылықтар бар. Жалпы құлшылық туралы айтып жатқаннан кейін мен
намаз туралы айтып жатырмын, қыздар, жаман деген сөз емес ол, түсінікті ғой, иә. Просто кейбір кісілер бар, бәрі емес, бір екі кісі бар, бәрі күшті, сырттан қарағанда тақуа күшті, керемет көрінеді. Бірақ айтамыз, мынандай сенім бар, если мынаны істесең мынандай болады, мынаны оқысаң мынандай болады, мынаны былай қойсаң мынау болады, мынаны былай ілсең мынау болады, мынаны былай жасасаң мынау болады десең бүйтеді. Ой, олар эзотерик па бірдеңелер ғой, мен ондайға сенбеймін, мен бір құдайға ғана сенемін. Қайталап айтамын. О бастайды. Құдай сенің кез келген іс әрекетіңде сенімнің любойына жұмыс жасайды. Сен не нәрсеге сенесің? Мысалы, бір кісілер айтады, мен бесікке қызыл нені байлап қоямын, көз тимесін деп сенемін өйткені дейді. Байлап қояды. Бесікке шүберек байлап қояды, балама көз тимесін деп. Мен енді осыған сенемін, білмеймін не екенін. Сенемін дейді. Үйіне бір намазхан бір сондай кісі келді, сенде қызыл шүберек бар, ол ширк, ол харам, бұл дұрыс емес деді. Сен айтасың, білмеймін, мен осылай, мен сенемін осы нәрсеге. Ой мой дорогая, сенің сенімің жұмыс жасайды. Потому что Алла Тағала сен сеніп тұрып соны біліп тұрсың да. Соның болатынын біліп тұрсың, көз тимейтінін. Сосын сол сеніп тұрып істеп тұрсың. И сол болады да. Егер де сен бәріне ол ширк, ол анандай, ол күнә деп бәріне іле беретін болсаң, мен сенен бейсанаңнан сұраймын, сен Құдайға сенесің ба? Сен айтасың, әрине мен намаз оқимын ғой. Мен дегенің Құран оқиды, ты что, Құдайға сенбегенде? Конечно, мен сенемін, ты что, сен даже ондай сұрақты қалай ойланып қойып отырсың маған, а? Мен сенбек түгілі сенемін, мен сенен жүз есе сенемін. Окей, сенесің, окей, ладно. Сенетін болсаң, мына дүниені 40 күн жасашы. Жоқ, мен жасамаймын, ширк қой, күнә ғой, жасамаймын мен. Құдайда күнә, ширк, харам деген дүние жоқ қой. Просто Құдай айтады, маған қалай келесің, маған не деп сеніп келесің, мен саған солай жауап беремін. Егер де сен, менде жаман болады, менде дұрыс болмайды, я такая, я сякая, мен сондай, оңбаған десең, Құдай айтады, иә, сен сондайсың. Потому что сен сондай болатыныңа өзің сеніп тұрсың. Сен білмейтініңе, топастығыңа, тағы да. Әркім өзін кінәлай береді. Мен істей алмадым, мен сорлымын. Адамдар өзіне сондай сөз айтады. Ал кейбір кісілер бар. Мен молодец. Я лидер. Я успешная. Я творю. Мен жасаймын. Мен қолымнан келеді. Істеймін. Құдай айтады, иә, сен қолыңнан келеді, сен істейсің. Өйткені сен соны істейтініңе өзің сеніп тұрсың. Получается, Алланы сүю дегеніміз, сен анау ширк, анау деп емес. Ол адам сол бесікке қызыл шүберек байлағанға сеніп тұр ма? Сол адамды сол сенімімен сүй. Я, жақсы екен. Наным сенімің жақсы екен. Сенің көзқарасың өзіңе жақсы екен. Окей? Мен сені бәрі сонда да сүйемін. Өйткені сен жансың, сен рухсың. Алланы сүю деген, сен орыссың, сен кәріссің, сен өзбексің емес. Сен наймансың, или сен дулатсың, сен кіші жүзсің, ұлы жүзсің деп емес. Біз оны не үшін білуіміз керек? Я, біз білуіміз керек, бірақ бөлінбеуіміз керек. Біз білуіміз керек, жеті атаға дейін қыз бермес үшін білуіміз керек. Бірақ бөліну үшін білуіміз керек емес. Бізге бөлін деп беріп тұрған жоқ оны. Біліңдер деп тұр. Жеті атаға дейін қыз бермеңдер просто. Бөлініңдер деп бөліп тастаған жоқ оны. Сен ұлы жүзсің, сен кіші жүзсің, сен аймансың, сен дулатсың, сен шапырашсың деген жоқ. Ей, біліп жүр шырағым, қызыңның қайда кететінін не, балаңның қай жерден қыз алатынына біліп жүр. Сол үшін, білім үшін ол рулар берілді саған. Бөліну үшін емес. Сен сөйте тұра, олар наймандар ғой, олар дулаттар ғой, олар жаңағы тәңіршілер ғой, олар жаратқанға сенеді ғой, болмаса тағы. Айналайын. Онда сен Алланы сүймейсің. Әлемнің іші де сырты да Алла. Алланың атауын әркім әртүрлі түсінеді. Мысалы, мен мына әлем деп айтамын. Ол да Алла. Всевселенной деп айтамын. Ол да Алла.
құдіретті бір күш бар деп айтамын, ол да Алла. Всевышний Бог деп айтамын, ол да Алла. Тәңір деп айтамын, ол да Алла. Жаратқан ие деп айтамын, ол да Алла. Әркім әртүрлі айтады, бөлінмейді. Құдайды тану, Құдайды сүю деген сөз ішінде, сыртында, как есть қабылдайды. Я сен орыссың, уважаю. Я сен өзбексің, мен сені сыйлаймын. Қабылдаймын сені сол ұлтыңмен, сол дініңмен. Я сен буддистің, мен сені қабылдаймын, мен сені сыйлаймын, сол наным сеніміңмен. Я сен негрсың, я мен сені сыйлаймын. Окей, сен де жаратқан Құдай. Сені шайтан жаратқан жоқ қой, сені Құдай жаратты ғой. Я мен сені сыйлаймын, я сен кәріссің, я сен қытайсың, пожалуйста, мен сені сыйлаймын. Сені сол болмысыңмен сыйлаймын. Сен сол жаратылысыңмен, сол наным сеніміңмен, көзқарасыңмен, сол мәдениетіңмен, өмір сүру мәдениетіңмен, я сыйлаймын. Мысалы, сен айтасың, ой, ол салақ. Я, ол салақ. Мен сонысымен сыйлаймын. Ол өтірікші. Я, ол өтірікші. Мен сол өтірікшісімен сыйлаймын. Я, ол алаяқ. Я, ол алаяқ. Мен сол алаяқ болса да сыйлаймын. Неге баға бермеймін? Өйткені мен ешкім емеспін. Я никто. Мен микроб, бактерия деңгейінде де ешкім емеспін. Бұл жаратқан ие өзі біледі. Ол алаяқ па? Ол өтірікші ма? Ол білмеймін кім. Сіздің ойыңызша. Ол өзі біледі. Мүмкін ол сол өтірікші сабағынан өтіп жатқан адам шығар. Мүмкін ол сол алаяқтық сабақтан өтіп жатқан адам шығар. Бір 5 жылдан кейін түзу жолға түсіп, тәубасына келеді. Тәубасына келтіретін сабақты Алла тағала береді бір күн. Береді. Яғни оны мен үкім шығара алмаймын. Мен жердегі судья емеспін. Ментальды әлемдегі судья емес. Я никто. Как вы, я никто. Мен оған баға бере алмаймын. Сенікі дұрыс, бұрыс дей алмаймын. Я, сен сондайсың просто, все, болды. Алқаш, қайтеміз. Ничего страшного. Ничего страшного. Оның таңдаған таңдауы сондай. Таңдауы сол болды. Ол түрмешік. Окей, ол түрмешік. Таңдауы сондай болды. Ол қыз зорлады. Окей, қыз зорлады. Оның таңдауы солай. Мен ешкім емеспін, үкім шығар. Яғни Алланы сүю осы жоғарғы деңгейдегі сенім, сезімге жету, бұл Алланы сүю болып табылады. Келесі ішкі құлшылықтың тағы бір несі тәуба. Тәуба ету, яғни шүкіршілік ету. Өздеріңіз де білесіздер, шүкір ет, риза бол деген, благодарный бол деген сөз талай естіп жүрсіздер. Бірақ бұның да түпкі мағынасына келейік. Тәуба етудің ең түпкі мағынасы мынау. Аузыңмен шүкір етпеу. Аузыңмен емес, шүкір Алла, бүгін тамақ әзірлеген жандарға шүкір, рахмет. Үйіме рахмет, ауаға рахмет, суға рахмет, отыма рахмет. Шүкір, тәуба. Емес. Ауызбен емес. Ішіңмен көрсету. Мысалы, мен жолдасыма жай ғана сыйласам, ол менің шүкір еткенім. Мен оны құрметтесем, ол менің ішкі шүкіршілігім болып саналады. Жай ғана ауызбен осындай күй бергеніңе шүкір Алла емес. Сен аузыңмен осындай күй бергеніңе шүкір Алла дейсің де, жалмауыз, әр тұш, бері тұш, не қылып жатсың? Тұрсай, кетсей, тапсай, ол шүкіршілік емес. Ал басқа уақытта тәуба, осындай байым барында тәуба деп қойсын. Ол шүкіршілікке жатпайды. То же самое. Балам барына шүкір, Құдайға шүкір, сау деген сау, балам бар, шүкір деп қоясың да аузыңмен. Сұмырай, не қылып жатсың? Тұр, істе, жат, бүйт, сөйт, оңбаған, сен топа сабақ оқымайсың, кешке жатасың телефонда. Мынандай дейсің. Ол шүкіршілік емес. Алла тағала айтады, кімді алдайсың сен? Кімді алдап тұрсың сен? Сен өзіңді алдама.
То же самое. Тамағыңа шүкір ма? Шүкір, тамағыма шүкір, шүкір, шүкір дейсің ба? Аузыңмен айтасың, осы берген бүгінгі асыма шүкір, рахмет дейсің. Бірақ сен сол асты әзірлеген адамға рахмет айтып, және сол артыңнан жинап, жиыстырып, бір реттеп, официант келсе де даже көмектесіп, бір бұрышқа жинап берші, бүйтіп. Ақшасын төледім ғой. Қанша болды счет? Ага. 10 мың ба? Мә, рахмет. Ал оқып бар. Ол шүкір еткенге жатпайды. Шүкір ету деген сөз, сен іштің ба, жедің ба, рахмет Алла тағала. Официант келе жатыр ма, ыдысыңды жууға, қызым, рахмет, мынау сенің тарелкаң, міне мынау менің салаттың ыдысы, мынау менің осы, міне ыңғайлап жинап берді. Сосын жаңағы бір 200-500 мың теңгеңді бер, шиви дейді ғой енді. Шивиің бер, рахмет қызым. Міне шүкіршілік деген. Яғни сенің ішкі шүкіршілігің мен мына ауыздан айтқан шүкіршілігің екеуі тең келу керек. Ысырап етпеу ол да шүкіршілік болып саналады. Ысырап етпеу деген не? Уақытты ысырап етпеу, күніңді ысырап етпеу, ақшаңды ысырап етпеу, сөзіңді ысырап етпеу, ойыңды ысырап етпеу, бұл да шүкіршілік болып саналады. Енді бір қызығын айтайын. Жазып алып отырсыздар ма? Жазып алып отырсыздар ғой, егер адамда ішкі, сыртқы құлшылығы деп айттық қой, тең болған кезде, ішкі құлшылықтан барлығын айттық, және сыртқы құлшылықтың бәрін айттық, ешқайсысы қалған жоқ. Екеуі тең болғанда, таразының басы тең ұсталынады ғой. Екеуі тең болып тұрғанда, сен толыққанды адамға саналасың, толыққанды адам болып саналасың. Полноценный человек. Егер сенің сыртқы құлшылығың таразысы жоғары бол, болмаса біреу төмен тұрса, сен неполноценный человек болып саналасың. Сыртынан тақуа болып көрінеді, іші ой арам, ниеті жаман ниетпен істейтін, нөміріңді айтшы, жалмауыз, құлшылыққа алып барам деп адамдарды алдау, садақа жинап жатырмыз, Құдай үшін беріп қойыңдар, садақа Құдай үшін беріп қойыңдар деп, бірақ оны өз мақсатына жұмсау. Көмектесіп жатырмын мен намаз оқығам, маған сенбейсің бе, мен намаз оқығам, мен деген, маған сенбейсің бе, маған қалай сенбейсің, сен мен Құдайдың жолында жүрген адам деп отырып алдай салу, алчность. Алла Құдай айтады, мен сенің сыртыңа қарамаймын, мен сенің ішіңе қараймын. Егер де сенің ішің мен сыртың тең болса, міне сен менің ең биік пенделерімнің біріндесің. Полноценный адам, толыққанды адам, ақиқатқа тапқан адамдардың қатарындасың деп айтады. Енді бір мысал